Ассаламу алейкум қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше рецептпен бөліскелі отырмын. Қарбыздың қабығынан осындай керемет тосап дайындайтын боламыз. Тосабымыз ерекше болады. Сөлінің өзі сондай әсел сияқты қою, керемет болып шығады. Менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен аз мөлшерде жасадым. Сондықтан қарбыздың жарты бөлігін қолдандым. Ал сіздер бір қарбыздың қабығынан, тіпті 2-3 қарбыздың қабығынан дайындасаңыздар да болады. Ең алдымен қарбыздарымыздың қабығын өзімізге керекті формада ұзыншалап кесіп алатын боламыз. Бізге бұл қабығын тазалауға ыңғайлы болу үшін қажет. Барлығын бөліп дайындап алғаннан кейін ішкі бөлігіне тиіспейміз. Бізде ішкі қызыл бөлігі кішкене қалу керек. Біз тек жасыл бөлігін ғана алып тастайтын боламыз. Қатты қалың қылмай жұқалап қабықтарынан тазартып аламыз. Мінекей біз қабықтарымызды тазалап алдық. Енді өзімізге керекті формада кесіп алатын боламыз. Үлкен қылып жасасаңыздар болады, болмаса мен сияқты осындай төртбұрыштап кесіп алсаңыздар да болады. Бізде қарбыздың қабығы езілмейді, сондықтан осылай кішкене етіп жасауға қорықпаңыздар. Енді туралған қабықтарымызды қазанымызға салып, үстінен қабықты жауып тұратындай етіп су құямыз. Үстінен сода саламыз. Менде жарты келі қарбыздың қабығы, сондықтан мен жарты шай қасық сода салатын боламын. Жақсылап араластырып отқа қоямыз. Қақпағын жауып қайнағанша ұстаймыз. Мінекей қыздар, бізде қарбызымыздың қабығы қайнап шықты. Енді орташа отта 7-8 минут қайнатып алатын боламыз. 7-8 минут өткеннен кейін қарбызымызды суынан бөліп алатын боламыз. Ыдысымызға су құйып, үстінен қант салып, араластырып, қайнағанша ұстаймыз, яғни сироп дайындайтын боламыз. Қыздар, қантты мейлінше аз қосқандарыңыз дұрыс. Мен жарты келі қарбыздың қабығына 400 граммдай қант қостым. Менде тосап өте тәтті болып кетті. Сондықтан ол мөлшерден азырақ қосқандарыңыз абзал. Сиробымыз енді қайнап бастаған кезде үстінен судан сүзіп алған қарбызымыздың қабығын қосамыз. Араластырып, бетін жауып 25-30 минуттай баяу отта қайнатып алатын боламыз. Міндетті түрде баяу отқа қойыңыздар. Мінекей қыздар, біздің тосабымыз дайын болды. Түсі де ерекше болып шығады. Осылай пайдалана берсеңіздер де болады, немесе кішкене лимонның жарты бөлігінің суын қосып жіберсеңіздер де болады. Бұл ерекше иіс, ерекше дәм береді. Лимонның суын қосқасын араластырып, тағы 3-4 минут қайнатып алатын боламыз. Мінекей қыздар, біздің тосабымыз дайын болды. Қараңыздаршы, түсінің өзі қандай ерекше болып шыққан. Мармеладқа ұқсайды. Соғы да сұйық емес, қою болып, керемет болып шығады. Қарбыздың қабығын босқа тастамай, осылай бір рет жасап көріңіздер. Сіздерге бұл рецепт ұнайды деген ойдамын. Егер де қысқа сақтаймын дейтін болсаңыздар, стерилденген банкаға тосабымызды салып, жауып, сақтап қойсаңыздар болады. Немесе отбасыларыңызбен отырып, шаймен ішіп көріңіздер. Дәмі сондай ерекше болып шығады. Қарбыздың қабығынан жасалған деп мүлде ойламайсыз. Жасап көріңіздер, ас болсын.